Келе қалдың ба? Келетсің. Қолыңды бер. Стол бөлем. Отыр. Хей, барлығыңызға сәлем бүгін. Мен влогты және менің қасымда Блогериско. Иә, достар, бүгін біз жабық көзбен затты ата челлендж түсіретін боламыз. Достар, бұл атақты челленджердің бірі. Бұл челлендж біздің каналда да шығып жатыр. Міне, егер де бұл челлендж сіздерге ұнап жатса, екінші бөлімін қаласаңыздар, онда достар, осы видеода 7 лайк жинайық, және де достар, екінші частьте сіздерді күттірмей келесі күні шығатын болады. Ендеше бұл челлендждің ережесі былай болады. Достар, біз маскамызды тағамыз. Иә, достар, бұл таза маска, жаңадан жасалған. Және де көзімізге тағамызды. Иә, достар, осылай заттар біз бір-бірімізге 3 сағаттан дайындаған болатынбыз. Сол заттарды жабық көзбен, қолмен сезіп, және оны атауымыз керек болады. Ендеше біз бүгінгі челленджімізді көп сөзбай бастайық. Кеттік. I am a disco dancer. Болды. Не? Заттарды ала берейін ба? Так. Нау бізде жаңа зат, иә? Бір жақ камераға қарай не бар? Тағы бір зат бар. Блин, қай жерде? Нау тараққа ұқсайды. Иә, тарақ нау. Сыр тарақ шығар, иә? Дұрыс айтқанша. Кішкене бері қарай, қолыңды бері қарай берші. Жоқ, айта қоймай жатыр, айтпай қой. Блин, қорқынышты. Жанындай жылой бірдеңе дірілдеп жатқанындай. Тірі тамақтар бар, сонда емес шығар, иә? Жоқ. Блин. Ой. Достар, нұры тарақ. Ну, все, бізде влогты вулкада текте. Келесі затымды әкеле берейін ба? Қазір біз екінші затқа келдік. Достар, мен екінші затқа келдік. Мен қорқып тұрмын. Блогериско бірдеңе қойды. Анау противный бірдеме болса, онда өте қорқынышты. Достар, біз шынымен де айтам, бір-бірімізге көрсеткен жоқпыз, әлі ештемені, әлі емес, даже вообще көрсеткен жоқпыз. Так. Не айтып жатсың? Таптым. Опять төртбұрышты бірдеңе. Ұшы бар екен ше? Асықпа, қолың ал. Жоқ, алмайым ала. Қорқынышты. Давай саған 5 секунд тұр үстіне бүйтіп қарап ал, қолын тегізіп, сосын не екенін айтып көр. Давай 5, 4, 3, 2, 1, 0, 5 секундтан аяқталды. Не болды деп ойлайсың? Нама қасқа. Мен ойымша, бұның жазу орнының бетінде? Иә. Ой. Майыстырып көрсетсең. Майыстырдың сызғышы, не сызғыш? Иә, дұрыс, достар. Ендеше менің үшінші затыма кеттік. Біз үшінші затқа оралдық. Ендеше бастай бер. Так, үшінші зат. Достар, блогериско бұл затты ұзақ дайындады. Мен камераға бір нәрсе түсірейін, даусым жел. Так. Мен жина қолым бірдеңе теген жақсылық мына жерлерде. Но не бол! Достар, жын бірдеңе ғой. Отвратительный бір нәрсе ғой. Сен адам жыттың ғой. Тегірмен яқты? Оны бірді қозғалып атыр ғой. Червячак болуы мүмкін. Червяк, онда болмақ. Смыс көтесін. Ой. Не, камераны қалғат жерме. Тесігі бар екен еще. Достар, сіздерде... Мен ойымша. Носки, я. Шоқ. Иә, носки. Достар, видеоны стопқа қойып, сіздің комментарға бір нәрсе осы заттардың атын жазып кетіңіздер. Болды ма, заттар бітті ма? Менің затым бітті. Ендеше, пока.
Біз қазір менің раундыма көштік, достар. Фу, жаңа өте қорқынышты болды. Достар, біздің бірінші затымыз міне осындай. Иә. Көріп тұрғандарыңыздай, енді мен қазір блогерсканың алдына қояйын. Міне, қойдым. Bir нәрсе тартысы екен. Ал, баста блогерска. Бұл зат қолында ұрып жүруі мүмкін. Тірі болуы мүмкін. Тірі емес. Иә. Адамды қорқытасың. Ой, дау не болады. Дау алады қойды. Бүйтіп көресіз де. Жан жағында жазуы бар ма? Білмеймін. Bir нәрсенің ішіне сала ма, хотя соны айтшы. Білмеймін онда. Подсказка жоқ. Достар, біз подсказка бермеймін. Блогерскада маған подсказка берген жоқ. Бергісі келген, біз берейік деп жаңа видеода айтқан. Бірақ достар, мен жоқ деп айттым. Анау батарейка ғой. Иә, достар, блогерска бірінші затты тапты. Сондықтан мен, достар, барлық затты тапқан сияқтымын. Иә, достар, мен барлық затты таптым. Сондықтан да менде 3 балл. Блогерскада әзірше 1 балл, достар. Ендеше кеттік келесі затымызға. Мінекей, достар, біз екінші затымызға оралдық. Екінші затымыз бізде осындай. Достар, мен қатты шумет ете алмаймын, өйткені дауысы қатты шығып кетуі мүмкін. Сондықтан мен алып, мына жерге қойып қояйын, сіздерге мешкет етпесе. Иә, достар, блогерска бастай берсем болады. Жайлап шупете, жайлап тегіз қалды. Мама! Не onda? Тағдана тағат керонда. Ой, сланды, ой, сланды пар. Керек болу мүмкін. Басы емес па? Ой. Так. Не болды? Жайлап тегіз, бір-бірден асық қой. Тоқта. Тағдана домала. 0-4-4. Подсказки бермеймін саған ешқандай. Тоқта. Қазір мен бір нәрсе қапырау кетіп көрейін. Конечно, наушник. Иә, достар, блогерска тапты. Достар, бұл ойында ничья болуы мүмкін, сондықтан да бізде бүгін наказание болмауы мүмкін. Ал бізде наказание алдыңғы видеодағы наказание болады, достар, бірақ без перчатка. Достар, мінекей біз видеомыз бастаймыз. Біздің бірінші затымыз мынандай. Так, теспетадар әзірше мен көрсетдім. Міне, достар, бұл бізде некен түсінген шығарсыздар, мен бұны әдейі өйстіп қойдым, что бұл желкенішті болу үшін, прям желкенішті болу үшін. Ендеше мен әже қойып қойайын. Блогерска түрте берсем болады. Менің жауабым мынау топырақ сияқты нәрсе. Негізі жақындап келесің. Бұл мақта емес, яғни мақта емес. Может, резинка? Точно ма? Жоқ, отыз болмайды. Жоқ, резинка емес. Мақта, жоқ, мақта емес. Может, слайм атып қалған. Қолында холодильникке бір тығып жібереді. Так. Жауабың? Басқа ешқандай жоқ па? Білмеймін. Ортасына бөлініп қалған. Давай, айт жауабыңды. 5 секунд. 1, 2, 3, 4, 5. Мен әнші бұл. Мен білмеймін. Онда жауап жоқ, достар. Яғни, достар, блогерскада... Е, достар, қаласың ғой. Достар, бұл блогерска 2 рет айтты. Бұл мақта деп, бірақ достар өзі 2 рет қайтарып жіберді, сондықтан ұтылды. Так что, достар, бүгін бізде наказание бар. Блогерсканың бетінен ұратын боламыз. Ендеше наказанияға кеттік. Мінекей, достар, біз видеоға оралдық. Қазір біз наказанияға көшетін боламыз, достар. Алдыңғы видеодағы тасты беттердің екінші бөліміндегі наказанияны қолданатын боламыз. Яғни, достар, біз беттен ұратын боламыз, достар, 2 рет. Еще жалаң қолмен. Перчаткасыз, кел. Так, 1, 2, баста бетін. 1, 2. Ой, жоқ, болмай қалды, достар, болмай қалды. Давай, қайттан. 1, 2, 3. Болды, ойсыз.
Кел. Достар, мен ойламаңыздар, басын тақырлатып қойсам, мәлім жоқ, кәдімгі. Бір. Қолыңды ал. Сосын былай істемеші, айтса қорқынышты болып кетеді. Бір. Екі. Қолыңды ал. Үш. Достар, болды. Бүгінгі біздің наказание осымен бітті. Иә, достар, бұл келескі 2-ден әдемі беттен аударылды, өйткені мен алдыңғы видеода да алған болатынмын. Егер де ол видеоны көрсеңіздер, ол видеода да өте қатты ауырған болатын бетім, сондықтан да ол өте қатты болды. Одан кейін бетім қызарды кішкене, бірақ сосын ашаған болатын, достар. Бүгін де осындай наказание. Бүгінгі біздің осы жабық көзбен затты ата челленджіміз аяқталды. Егер де бұл челлендж сіздерге ұнаса, онда бұл видеода 7 лайк жинайық, сол кезде екінші бөлімін шығаратын боламыз. Сіздермен болған мен блогты және бүгін қонақта Блогериска. қонақта емес, как всегда. Келесі кездескенше сау болыңыздар.